Ағамыздың кесенесі Нұрата облысында, Нұрата ауданында жатыр. Бұл кісі міне мынау Набай облысынан келе жатқан кезде бұл жағымызда орналасқан. Мынау үлкен трасса жолдың оң жағында орналасқан. Мынау машина тұрақтайтын жер. Алдына қойылады, келген қонақтар машинасын қояды. Міне мына жақта осындай. Ассалаумағалейкум. Құрметті қазақстандық бауырлар, өзбекстандық бауырлар. Міне бүгін біз Өзбекстан Республикасы Набай облысы Нұрата ауданы Нұрата қалашығындағы мынау Сейітқұл әулие Айтеке бабамыздың кесенесіндеміз. Біз сіздерге мына кесененің барлық жерін көрсеткіміз келіп жатыр. Себебі бұл жерге жаңағы келушілер саны аз. Мынаны көріп, сол келушілер көбейеді ме деген мақсатта көрсетеміз. Себебі Өзбекстанның өзінен кейбіреулер келіп, әлі келмегенбіз, бірінші рет келуіміз деп жатыр. Сол үшін мына кесенені әдемілеп сіздерге таныстырғымыз келіп отыр. Ол кесенені таныстырып болғаннан кейін өзіміздің кәдімгі уәде қылған киіз үйімізді сіздерге көрсетеміз. Тамаша қылыңыздар, әдемілеп көрсетеміз барлық жерін. Мақсат келушілер көбейсін деп жатыр. Керемет, үлкен жер бұл жер, үлкен, кішкене жер емес, үлкен, тамаша жер. Тамаша, ауасы да салтылдау. Өте салтылдау, автотұрағы, машина тұратын жері. Кең жер, кең. Мына жағында да мына жағында музей. Керемет. Бабамыздың мынау музейі. Ар жағында гостиницасы бар. Дайындық өте күшті. Бүгіннің өзінде біраз қонақтар келіп кетті. Мына жаққа қарайды. Біраз қонақтар мына жағында намаз оқитын, мешітханада намаз оқитын жер мына жағында. Намаз оқиды. Міне гүлдер егіліп, барлық жерге осы жердегі өзбек ағайындар өздері осыны жұмыс істеп жатыр. Ол кісілерге де өте рахмет. Мен қазір Нұратада болғаныма бір 15-16 күн болды. Халқы өте қарапайым, өте қарапайымның қарапайым. Өте рахмет оларға. Ішпейді барлығы. Мен бір таң қалған, я әйелдер, я қыздар, бір шалбар киген бір әйел, я қызды көрген жоқпын. Иманды жер. Себебі Нұр ата дейді, бұл жерде ишан бабалар өте көп. Иманды, діндарлар көп бұл жерде. Мынау музейіне қарай жүріп барады бұл жерде. Халқы өте керемет, өте кішіпейіл. Бұл жер Набайға 60 километр. Менің туған жерім Сөркелге 100 километр жерде. Менің қаным тамған жер бұл жерге 100 километр. Ана осы жерлерде біздердің ата-бабаларымыз жүрген жерде екенін болады. Міне біздер қазір Айтеке бабамыздың мына музейіне кіріп жатырмыз. Көріңіздер, қараңыздар. Музей светада yandı gene. Көшеде бір бар жер. Ayağımdır. Hazretlerin bağrını müzik. Bunu prezidentlerimizin portreti tur. Ahmet Tokayev, Şavkat Mirziyoyev. Айтеке бабамыздың ескерткіші. Мына жерде кілемнен тоқылған Жалаңтос Бахадыр бабаларымыздың Жалаңтос Бахадыр. Бұл кісі Айтеке бабамыздан үлкен жас ағайындары. Не жерде міне өздеріңіз көргеніңіздей өзіміздің қазағымыздың үш биі Қазақ, Қазбек би, Төле би, Айтеке би
Тамаша көресіз. Әмір темірдің нелері бар. Мына ескі нелер, жаңағы ыдыстар, ыдыс аяқтар дейміз ба. Мына жерде мына су алатын не дейді мына? Құмыра. Көріңіздер. Бұл жер тамаша кең.